Қыздар сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз пломбир балмұздағын дайындап үйренеміз. Рецепт өте оңай, балаларыңызға дайындап берсеңіздер болады. Ол үшін бізге 300 грамм 25% қаймақ керек. Оның үстіне 400 грамм сгущенка қосамыз. Араластырып аламыз. Бөлек ыдыста өте суық 35 немесе 33% сливки керек. Одан кейін оны миксермен шайқап аламыз, осындай бөлек ыдыста. Кейін массаларды бір-біріне қосып, тағы да араластырып аламыз. Өзі осындай сұйық болып шығады. Қалауыңызша осылай да қатыра берсеңіздер болады, бірақ мен құлпынай қосып қатыруды жөн көрдім. Құлпынай менде шамамен 200 грамм осы жерде. Сіздер қандай жидек қоссаңыз да, жеміс жидек қоссаңыз да өздеріңіз білесіздер. Осындай арнайы формаға барлығын жайғастырамыз. Қасықпен үзулейміз, үстін міндетті түрде. Үстін осылай пищевая пленкамен жауып, мұздатқышқа 8-12 сағатқа салып қоямыз. Мінеки балмұздағымыз дайын. Нағыз пломбир балмұздағының дәмі. Біз жеміс жидек қосқанның арқасында кішкене сондай қышқыл немесе тәтті дәм беріп тұрады. Астарыңыз дәмді болсын, балаларыңызға жасап беріңіз. Сіздерге рецепт ұнайды деген сенімдемін.